Өзге ғаламшарлардың өмір сүретіндігіне ұзақ уақыттан бері бәсеке жүріп келеді. Көп жағдайда адамдар НЛО көргендігі жайлы айтады, кейбіреулері видеоға түсіріп алып та жатады. Бұл видеоны жазылушымыздың қалауымен шығардым. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге НЛО пайда болған кездер жайлы айтамын. 1950 жылдың 15 тамызында Ник Мариана ең алғашқы болып НЛО-ны видеоға түсіріп алған. Ол өзінің камерасына аспанда ұшып жүрген екі объектіні түсіріп алады. Содан кейін Мариана жергілікті газеттермен және BBC базасымен байланысқа шыққан. Бұл видео ескі болғандықтан жасанды емес болып есептеледі, өйткені 50 жылдарда тек пленкаға түсіруге мүмкіндік болды. 1965 жылдан бастап BBC Warren базасында бірнеше рет өзге ғаламшарлық объектілер келген. Ең танымал инциденті 1976 жылы болған. BBC бастығы Брюс Бенстер Махер темекі тәріздес ұзындығы 20 метрді құрайтын ракета бункеріне бағыттап бара жатқан ұшқыш объект көргенін хабарлаған. Әскери полицейлер оқиға орнына тез жеткен, бірақ ол кезде өзге ғаламшарлық ұшақ ұшып кеткен. 1980 жылдың желтоқсан айында таңғы сағат 3-те авиабазаның персоналдары ұшқыш аппараттың қонған жеріне шақырылған. Шақырылған жерге барып қарағанда өзге ғаламшарлық үшбұрышты ұшатын объектіні көрген. Олар оқиға болған жерден кетіп қалып таңертең қайта оралған. Бірақ бұл кезде өзге ғаламшарлық ұшақ өз орнында болмаған. 2006 жылдың 7 қарашасында United Airlines жұмысшылары федералдық басшылыққа T-17 ұшағының айналасында дискі пішіндес объекті ұшып жүр деп хабарлаған. Аэропортта болған адамдар белгісіз екі объектінің ұшып жүргенін көрген. 2010 жылдың 15 қаңтарында Harbor Mail'де НЛО-ның пайда болуы туралы көптеген хабарламалар келген. Үш түсініксіз объекті ешқандай да дыбыс шығармай аспанда ұшып жүрген. Көпшілік тұрғындар оларды аспаннан келді деп есептейді, ал кейбіреулері Атлант мұхитынан ұшып шықты деп баяндайды. 1982 жылдың маусым айында әскери аэродромның үстінен бірнеше рет белгісіз объекті ұшып өткен. Пішіні алмұрт жартысы тәріздес, екі жағында кішкентай жарық аппараттары бар. Белгісіз объектілер үшбұрыш бұрылыс жасап, бірде ғайып болып, қайта көзге көрініп, шамамен жарты сағаттай ұшып жүрген. 1967 жылдың қараша айында Il-14 ұшағының қасында белгісіз ұшатын екі қабатты үйдің көлеміндей объекті ұшаққа жарық шашып ұшып жүрген. Экипаж оның жарығынан құтылу үшін әртүрлі қозғалыстар жасаған, ал белгісіз объект соның қимылдарын қайталап жарық шашуды тоқтатпаған. 1988 жылы австриялық Питер Кури ерекше оқиғаны бастан кешкен. Оның айтуынша бір күні ол түсініксіз дыбыстарды естіп оянып кеткен. Кенеттен айналасында миына ине тығып, есін жоғалтқысы келген өзге ғаламшарлықтарды көрген. Кейін дәрігерлер оның басында түсініксіз жараны байқаған. 4 жыл өткен соң 1992 жылы Питердің өмірінде тағы бір түсініксіз жайт болған. Тағы да оянған кезінде қасында ерекшелеу келген екі қызды көрген. Біреуі оның басын бірнеше рет кеудесіне қойып құшақтаған. Питер қорыққаннан оны тістеп алып итергісі келген. Бірнеше секундтардан кейін қыздар жоқ болып кеткен. 1964 жылдың қаңтар айында тәжірибе жүзінде ракетаны ұшыру барысында қасына көлемі ракетадан да үлкен белгісіз объекті ұшып өткен. Радиолокатор кенеттен белгісіз объектіге ауысып кеткен. НЛО өзінің бағытын өзгерткен кезде радиолокатор қимылдарын анықтап отырған. 14 минут өткен соң ғана редакторлар өз қателігін түсінеді. Олар радиолокатордағы белгісіз объектіні ракета деп ойлаған. 1953 жылы Альберт Кебендер ұшатын объекті туралы өзінің халықаралық бюросына шығарған. Кейін оны қара киімділер алып кеткен. Қара киімділер дегенде естігенде комикс деп ойлайтын шығарсыз, бірақ олар шын өмірде болған. Спецслужбалардың айтуы бойынша, олар НЛО туралы ақпарат жинағысы келгендерді өздерімен алып кетеді екен. Тағы бір осындай жағдай доктор Герберт Хопкинсонның өмірінде 1976 жылы болған. Ол НЛО туралы маңызды ақпараттар білетіндігін хабарлағанда оған бір ер жігіт қоңырау шалған. Доктор тұтқаны қоймай жатып есік қағылған. Есікті ашып қалғанда Хопкинсон жаңа ғана өзімен сөйлескен адам екенін біліп таңғалған. Кейін олар механикалық дыбыспен доктордан ақпараттарды қайдан алғандығын сұраған. Кейін оған НЛО туралы барлық мәліметтерді жой деп бұйырған. Хопкинстің айтуы бойынша оның шашы қасы болмаған, түрі жағымсыз келген. Бұндай жағдай 2009 жылы 14 қазанда болған. Екі куәгер үшбұрышты ұшатын аппаратты көргендігін баяндаған. Келесі күні қара киімде екі адам қонақ үйден НЛО туралы мәліметті жинақтаған адамды іздеген. Қонақ үй иесінің айтуы бойынша келбеттері 40 жыл бұрынғы доктор Хопкинстің баяндағанымен дәл келеді.
Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury ClickFuss каналынан. Видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарийға қандай видео күтесіз, соны қалдырыңыздар. Аман сау болыңыздар.